Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде көкіректің көзі ашылса хабары. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз отбасы жайында болмақ. Отбасындағы ер мен әйелдің міндеті. Хабарымыздың қонағы Астана қаласындағы Әл-Фаттах мешітінің наиб имамы Бақытжан Өткелбаев. Ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз өте өзекті деп ойлаймыз. Өйткені отбасы, ошақ қасы, тәрбие отбасынан басталады. Отбасының түту, ошақтың түту түсуі шықсын деген сөз бар қазақта. Түтіннің түсуі шықсын деген сөз бар. Тәрбиенің бәрі осы отбасынан басталады. Ұяда не көрсең шыққанда соны ілесің дейді. Бұның бәрі бір отбасына қатысты айтылған қазақтың бір қанатты сөзі, мақалы, мәтелі деген секілді. Осы отбасындағы бірінші ер мен әйелдің міндетінен бастасақ әңгімеміздің әлқиссасын. Ер адам отбасында қандай міндет атқару керек, әйел адам отбасында қандай міндет атқару керек. Олардың міндеттері қандай? Енді отбасын құрып бір-бірімен жарасты деліге. Енді өзінің әрқайсының бөліп берген міндеті бар шығар, алдына қойған. Әрине, енді қоғам жалғыз адамнан тұрмайды. Отан отбасыдан басталады дейді, қоғам ол отбасыдан тұрады. Ол жерде Алла тағаланың өзі әу баста жаратқандағы негізгі мақсаттары бар, міндеттері бар. Ол ер азаматтың өзінің міндеті бар, жауапкершілігі бар, өзінің жаратылысына сай. Әйел адамда өзінің негізгі міндеттері бар. Сол үшін ер азамның енді негізгі міндеті ол Алла тағала енді өзінің физикалық тұрғысынан да күш қуатты қылып берген ғой, сабырлы қылып берген. Құран кәрімде де Алла тағала әр-риджалу қауамун аля ниса, ер азаматтар әйелдерден үстем деген. Енді үстем дегенде ол ана бір басынып, оны бір ерекше өзінің жаңағыдай қол ету, күң ету емес қой. Ер азаматтың негізгі міндеті, мынау елді де ер азаматтар басқарады, байқасаңыз. Кезінде де патшалар, хандарымыз басқарған ол ер азамат соған сай жаратылғанда, елді басқаруға, отбасын басқаруға жаратылған, физикалық тұрғысынан болсын, ақыл, парасат, сабырлық тұрғысынан болсын. Сол үшін әйел баласы ол нәзік, қабырғадан жаратылған дейді. Сол үшін ол нәзік, өте үйдің негізгі тірліктеріне, әсіресе бала-шағаның тәрбиесіне байланысты, үйдің ішкі тәртіптеріне. Екеуінде негізгі міндеттер бар. Ер азаматтікі ол әсіресе көп жағдайда түзде болатын болса, әйел кісінікі үйде. Үйдің негіз берекесін келтіріп отыратын, дастархан сәнін келтіретін негізгі ер азамат жаңа айтады ғой, сары бала мен қара қазаның қамышын сыртта жүрген кезде елдің үлкен шаруаларымен айналысып, әйел кісі сол үйде бала-шағаның тәрбиесімен айналысады, үйдің ішкі негізгі тірліктерімен. Ер азаматтың негізгі тірлігі бұл міндеті, ол отбасында негізі бала-шағаның, әйелдің бәрін нәпақасын қамтамасыз ету. Ол жағынан да ер азамат қабілетті жаратылған. Енді еміздіретін бала жоқ, басқан дұрыс па? Ол босанып туып жатқан жоқ. Сол үшін ер азамат елдің өтін дейді ғой, жаудан қорғау, шекараны, мемлекеттің негізін қалау. Сол сияқты отбасында негізін қалайтын, оған қорған болатын, оның негізгі нәпақасын тауып беру ер азаматтың негізгі міндеті. Әйел бала-шаға отбасыға және отанға қорған болуы. Сол үшін де ер азаматтарды әскерге міндетті қылады. Бүкіл дүние жүзінде мемлекеттер, барлық елдердің заңдарында бар. Соған сай лайықты жаратылған. Әйел баласының негізгі міндеті үйдегі ол берекесін келтіру. Отбасының негізгі шамшырағын сөндірмей, сол берекесін келтіріп, отбасының, отағасының намысын, рызығын қорғау, бала-шаға тәлім тәрбие беру деген сияқты негізгі үйдің майда-шүйде тіршілігіне әйел кісі жауапты міндеті де. Дүниеге және ең басты міндеттің бірі ол дүниеге ұрпақ келтіру. Неге? Өйткені негізі отанды да отбасында сақтайтын, көбейетін Алланың да негізі жаратудағы мақсаты сендерді құлшылық ету үшін жараттым дейді. Құлшылық ететін құлдар қалай келеді? Ол осы отбасы құрып, ер мен әйел кісі некесін қиып, ақ некеден кейін осы дүниеге әйел кісі ұрпағын келтіріп, мұны сол ұрпаққа имандылық тәрбие беріп, осылай. Сол үшін әйелдің негізгі міндеті дүниеге ұрпақ келтіріп, оған имандылық дұрыс тәлім тәрбие беру, отағасын, бала-шағаның жаңа үйдегі тіршілігі, кір қоңын жуып, тамағын әзірлеп деген сияқты әйелге тән қасиеттер, әйелге тән міндеттерді атқару. Бұл жерде енді әйелді үйде отыру, әйел ер адамға қарау деген кезде бұл әйел адамды жаңағыдай күң ретінде қарау емес қой негізі. Әрине. Көпшілігі солай түсінеді енді. Неге әйел үйде отырып күң ретінде
отыра беру керек деген секілді. Енді былай нәрсе бар. Мысалы, сахабалардың кезінде Хазіреті Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бүкіл кір қоңын жаңа несін жасап отырмын дейді. Сахаба әйелдер өзінің өмір баян келтірген кезде бір сахабаның әйелі оның атына да қарайтын дейді. Ол бар. Сол үшін қазіргі кезде енді үйде қамап отыру деген қазіргі қоғамда мүмкін емес жағдай ғой. Сол үшін егер әйелдерге тән өзіне қажетті бір одан кейін бір нарықтық заман дейді қазіргі кезде, енді тек қана ер азаматтың ғана тапқан нәпақасы үйде жетпеуі мүмкін. Бала оқиды деген сияқты, білім алу керек. Қазір енді білімнің ғылымның заманы ғой. Ертеректе не болды? Тіпті қарапайым еді адамның өмір тіршілігі. Біреу мал бағады, оған жаңа ұн керек. Ол малды барады, сатады, жаңа ұнға айырбастайды. Біреу егін егеді, оған ет керек, етке айырбастайды да отыра береді тып-тыныш. Қазіргі кезде өте біздің тұтынушылықта неміз өте артты. Телефон деген сияқты, телефонға заряд керек, оған единица салу керек, оған ақша керек деген сияқты, бұның барлығы тұтынушылықтан туындай береді. Сол сияқты заманның да талабы, адамдардың өмір сүру салты да басқаша өзгерді. Мәдениетте, менталитетте бұл құндылықтар да бәрі өзгере береді ғой. Сол үшін әйел балалар кісілері өздеріне тән шариғатқа сай ер азаматқа көмектесем десе, жұмыс істеймін дейтін болса, шариғатқа сай ол да жұмыс істеп, қазір қоғамға араласып. Оған шектеу жоқ қой? Оған белгілі бір деңгейде шектеу жоқ. Шариғаттың шеңберіне сай, өзіміздің дәстүрімізге сай болатын болса, жаңағы өзінің киімін, әуретін жауып деген сияқты ер азамат пен әйел адамның өзінің қарым-қатынасында шариғаттың қойған дәстүрі бар, шарты бар, тәртіптері бар, жаңағыдай дистанция не дейді? Дистанциясы бар, оның жаңағыдай өзінің шарттары бар ғой, сол нені сақтай отырып. Қазіргі кезде енді тіпті не ғой енді заманның нарығында көп әйел кісілер қазір саудаға да өте епті. Қазір ғаламтор арқылы, интернет арқылы сауда жасау мүмкіншілігі бар. Үйде отырып әйел кісілерге мысалы киім-кешек, басқа да керекті тауарларды. Енді алмағайып заман, глобализация дейді. Бүкіл дүние әлем бір ауылға айналған жағдай бар ғой. Соны мұхиттың ар жағындағы затты ненің барлығын осы интернет ғаламтор арқылы алдырып, оны елге жеткізіп болды бір еңбек. Сондай жұмыстың түрлері көп, және әйелдер сол шариғаттың шеңберіне сай болатын болса, ода тұрған ешқандай не құптарлығы сол пайғамбарымыздың кезінде де сахаба әйелдер күйеуінің жаңына жылқысына, атына, тұлпарына, малына қарап кір қоңын жуып. Хазіреті Фатима анамыз да келеді, мен қолым күс-күс болып кетті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, маған бір көмекші беріңіз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны тақуалыққа шақырады. Айналайын дейді, бұл еңбек деп, еңбектің өзі. Сонда қол күс-күс болды деген жаңа ғой, үйдің тіршілігінен жаңағыдай. Сол кездегі тауқымет қой енді, тіршілікте өмір сүрудің салты ауыр шығар. Содан да жаңағыдай ол күйеуіне, отбасына сол көмектесіп жатқандығы айтылады. Жақсы ер қайдан шығады? Жақсы әйелден шығады дейді. Жақсы анадан шығады, жақсы әйелден шығады. Мәселе ердің бас көтеріп, еңсесін тік ұстап жүруі үйіндегі әйеліне де байланысты ғой мәселе. Әрине, бізде енді қазақта айтады ғой, жақсы ер ағашынан дейді, жақсы бала ұл ол нағашыдан дейді. Нағашы деген не? Анадан, алып анадан туады дейді. Негізі енді ғалымдарда да, медицинада, жалпы ғылымда дәлелденген нәрсе ғой. Негізгі алып анадан туады, анаға тартады. Анаға қарап қыз өсер деген бар, әкеге қарап ұл өсер дейді. Негізі енді ер азамат түзде жүрген соң, жаңа бала шағаның қамымен, басқа да шаруалар бар, үлкен-үлкен лауазымды тұлғалар бар. Әркім қазіргі кезде енді түзде ер азамат жүргенде, оны үйде отбасында дүниеге ұрпақты келтіріп, тіпті оны құрсақтан тәрбиелейтін енді ана ғой, әйелге байланысты ғой. Сол үшін айтады ғой енді адамның ең негізгі міндеті балаға жақсы ана таңдау дейді, ең бірінші міндет. Сол үшін мына баяғы кезінде Төле би бабаларымыздың қалай келін таңдағандығы, оның имандылығы, инабаттылығына, бір кедейдің қызы болса да, соның имандылығына, инабаттылығына таңдағандығы айтылады. Данагүл келін мысал, сол Данагүл келінген қарақшылардың қолына түскен Төле би бабасын сол даналығымен құтқарғандығы айтылады. Қарап отырсаңыз да, сол үшін қазірде енді ел басқарып жүрген әйелдер бар. Ақылды, дана, өзінің отбасылық шаруасында барлығын бірге, сонымен бірге. Сол үшін енді ондай бір не жоқ. Негізі әйелдерге әрине байланысты. Біз анамыз тәрбиеледі ғой.
әйелдің анамыздың құрсағынан, анамыздың не жейіп, не ішкеніне, оның ақылдылығына, оның рухани болмысы барлығы ген арқылы бізге өтеді. Әкеміздің генінен бізге өтеді. Сол үшін әрине бүкіл адамзат анадан тарады ғой. Ғалымдар айтады ғой, кез келген үлкен патша болсын, ел басқарып жүрген азамат болсын, ғалым болсын, ақын, жыршы болсын, ғалымдар болсын, осы оның артында бір ана тұр дейді. Әйел тұр дейді. Ол анасы болуы мүмкін, немесе оның жұбайы болуы мүмкін, әпке апасы болуы мүмкін деген сияқты, соның несіне үлкен тәрбиесіне рөл атқарған ол әйел. Әйел әлем тербетеді деп айтқан содан ғой қазақ халқының. Енді біз мынау ер мен әйелді алайық. Мәселен, отбасы болғаннан кейін қазан сылдырламай тұрмайды дейді, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сөз бар. Енді кейде отбасында кекілжің болып қалады, анау-мынау болып қалады, ұрыс-керіс болып қалуы мүмкін да. Бірақ енді шариғатта айтады ғой, сендер бір-біріңе киім іспеттісіңдер, бір-бірлерінің жамандықтарын жақсылықтарын да асырып жүрулерің керек деп, шариғатта солай айтады ғой. Біз қаншалықты осы бір-біріміздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүрміз отбасында дәл қазіргі уақытта? Енді орынды сұрақ қойдыңыз, өте қазіргі таңда енді қит етсе жаңағыдай ғой, ата-анаға шағымданып қит етсе, мемлекеттік құзырлы органдарға шағымданып масқара болып жатыр ғой отбасылар ше. Қанша бала шаға. Бұның себебі неде негізі ол? Себебі енді барлығы біріншіден ол негізі тәрбиенің болмауы ғой. Ата-ананың үйінде тәрбие көрмеу, баяғы салт дәстүрімізді білмеуі, имандылығымызды білмеу, сабырсыздықтан. Қазір енді мына ғаламтор арқылы елдің шет елдің бізге керек емес, өзгенің тәрбиесін алу, өзге бір халықтардың қажет емес, бізге менталитеті, мәдениеті осы дендеп ғаламтор арқылы кіріп кетті да. Сол енді кинолар арқылы адам қолымыздағы телефон арқылы. Әрине, адам көрген 90% яғни көрген нәрсесіне соған сенеді екен, иланады екен. Соны іске асырады екен адам 90. Сол үшін не көріп жатқанына. Мұхтар Әуезов атамыз айтты ғой, ел болам десең бесіңді түзетеді. Ол бала, бірақ қазіргі таңда баланы біз бесік емес, ата-анасы, ата-әже емес баяғы. Аталар институты деген болады, әжелер институты. Қазір ғаламтор тәрбиелеп жатыр, телеарналар тәрбиелеп жатыр да, YouTube тәрбиелеп жатыр, TikTok деген сияқты. Көрдіңіз бе, сол үшін өте қиын жағдай. 90 жылдарда біздің жастарымызды осы Бразилияның, Мексиканың өзге қажет емес, өзге елдер менталитетте сол кинолар солар тәрбиелеп өсірді ғой. Олардың қазір алды орта жасқа келіп қалды да. Көрдіңіз бе, сол үшін бір-бірімен жаңа киім іспеттес деп Құран аятында келеді. Ол негізі киім бізді суықтан қорғайды ғой. Бізге сән береді. Бізді жаманшылықтан қорғайды. Әурет жеріміз жабады. Көрдіңіз бе, сол сияқты ерлі зайыпты бір-біріне кешірімді болу керек еді. Ішкі сыртқа шығармау керек еді. Бір-бірінің айыбын ашпау керек. Бір-бірін жаңағыдай кешірімді, сәл қит етсең сабырлы болу керек еді. Өйткені ел болам, отбасы болам деп отыр ғой. Сол үшін де бір-бірімен отбасы құрды. Әйтпесем жүре беру керек деген сияқты жаңағыдай. Ойдақ болып ше. Ғалымдар болған ғой, отбасылы жауапкершілігін көтере алмаймын деп, Аллаға деген шексіз сүйіспеншілігінен дінге деген қызметінде өзінің сол жаңа жүре берген ғылымға қызмет еңбек сіңіріп. Енді отбасы құрған соң сабырлы болу керек. Біздің де ата-бабаларымызда болды қиыншылықтар. Не бір қазақтың басына нәубет келді. 3 ғасырдан астам ашаршылықты да көрді, репрессияны көрді. Енді Құдай сақтасын, адамның етін адам жеген заманда, бірақ сол отбасылар ажырасты деген бір не жоқ қой мәлімет. Көрдіңіз бе? Сол бала шаған бәрін жеткізіп, осы күнге келіп отырмыз ғой бабаларымыздан. Сол үшін қазір енді шүкіршілік, тәубе, тоқшылық заманда біздің қазір шала бөлініп жатқанымыз отбасында болмашы бір нәрселер үшін, болмашы бір күйбелең тіршілік, бір ана болмашы бір зат, қаржы үшін деген сияқты көбінесе дүниелік мәселелерден болады. Көбінесе негіз адамның тойымсыздығы, сабырсыздығы, шүкіршілік етпеуі, сол ғаламтордан көріп алып жаңа. Немесе ана жұлдыздардың неше түрлі, қазір көбейіп кетті ғой. Жұлдыздардың ана өмірін көріп алып солай болу керек, солай істеу керек деп. Мен неге сондай болмадым деп. Әйелдер мысалда, сол мінген машинен маған да мінгіз деп. Енді әрқайсы бір машина мініп алып. Мүмкін емес қой енді, міндетті емес қой. Сол үшін негіз ер азаматтың несі бір баспана бұл, аренда да бола ма. Одан кейін бала шағаның қарнын тоқ, өзінің ішкен нәрсесін ішкізу, жегізгенін жегізу, киген нәрсесін кигізу ғой ер азаматтың міндеті. Одан артығындай Алла тағала берсе, ол да береді ғой. Бір жақ апарып тығып атқан жоқ қой. Сол үшін осы жағынан әйел кісілерден де жақтан болып жатады. Кейде ер азаматтар жағынан да болып жатады. Бірақ енді ер азаматтың барлығын ұстайтын ойлаймын, негізі әйелдің үйіндегі берекесі.
Ғалымдардан айтқан сөздері бар. Негізі әйел дейді, негізі біз ойлаймыз ғой, ер азамат таңдайды деп, әйелше, әйел дейді өзіне күйеу таңдайды. Ол негізі жарастыратын, бақыт ететін отбасының берекесі әйел, ол ажырастыратын да әйел деген. Сол үшін әйелге көп нәрсе маңызды. Отбасында адам, ер азамат үйіне келген кезде береке болса, отбасында бір мейірім болатын болса, тамағы дайын, киімі жаңа үтіктеулі таза болатын болса, ол отбасыдан ер азамат та безбейді. Береке кетпейді да. Немесе Құдай сақтасын, қазір кезде өзге әйелдерге барып жатқан жағдайлар бар ғой. Жина болып жатқан нәрселер. Немесе басқа отбасы құрып, екінші отбасы құрам деп жүрген. Оның бәрі неден? Ол әйел үйдегі отбасында әйелден бір ыстық, мейірім, сүйіспеншілік, махаббат, бір жылулық таппағандықтан да. Сол үшін әйелге өте маңызды, байланысты нәрселер көп. Ер азамат деген енді көбінесе адам батыр аңғалы келеді деген сияқты, ер азамат негізі аңғалы келеді ғой. Сол үшін қыз бала ол кішкентай кезінен Алла Тағала сөйтіп жаратқан, нәзік қылғанмен оны ақылды қылып жаратқан. Әйелдің өзінің бір әйелдік неде айтады, психологтар айтады, әйелдің өзінің қулығы бар. Несі соның бәрін пайдаланып, ол негізі бар жүгі күш жігерін отбасын ыдыратуға емес, отбасын жұмылдыруға, ұстап қалуға. Бірінші бақ, екінші бақ сорбақ деген қазақ. Бәрін айтып кеткен ғой. Енді ішінде әлеуде білеу болады енді. Өмірден болмады да. Енді бірақ барлығы олай емес қой. Үш отбасының бір отбасы ажырасып тынуда статистика бойынша. Кейбір жағдайда екі отбасы да болуы мүмкін. Көп жағдайда бала босанбайынша некеге барып тұрмайтындар болады. Сол үшін қараңыз, сол нәрсенің бәрі қайдан болып жатыр? Оның бәрі жаңағыдай әйел кісіге көп нәрсе байланысты. Әйелдің, ер азаматтың көзін сыртқа түсуі де әйелге. Әйел өзінің қулығын. Кез келген әйел әдемі, Алла Тағала жаратқан әдемі жаратқан ғой. Өзіне қарау керек. Енді көп мәселе бар бұл жерде де. Әйел өзінің тазалығына, жүрісіне, тұрысына, киіміне, тамақ ішіне, бала шағаның, отбасының бүкіл несіне енді әйел жауапты болған соң, үйіне ер азамат кірген кезде сол бір үйінде бір кішігірім жәннат сияқты, бақыт мекен сияқты көру керек қой. Сонда міне отбасында береке болады. Бұл бір үлкен шаруа емес қой негізі. Үлкен емес. Әдетте ойлайды ғой әйелдер, осының бәрі бізге үйіп қоясын деп, сонда еркек не істейді дегенде сөз шығады ғой. Бұл бір сөзбен айтқанда жақсы айтып отырсыз. Бұл әйел отбасын даналығымен ұстап отыру керек. Дана ғой әйел деген. Қатты ол үлкен нәрсе емес. Негізі енді бір жоғарыда айтып жатыр қой, бұны әйел қыз анасынан көру керек еді. Анасы әжесінен көру керек еді. Сол дәстүр бұзылмай келе жатқан еді ғой. Яғни үйде көрген түзде істейді. Сол анау жаңа аталы әжелер инсты, аналар инсты деген осы нелер тәрбие, осы үрдістері ортада бұзылған соң, үзіліп қалған соң, қыз бала қайдан көреді тәрбие? Ол енді қазір ғаламтордан, кинодан алады. Көрдіңіз ба? Сол ана тәрбиені. Ертелікте сол аналарымыз, әжелеріміз осы қаншама қиын қыстау кезеңде сол негізі айтады ғой. Өткенде бір кісі де айтады. Енді негізгі батыр дегендер анау керемет бір спортсмендер, бір нелер емес дейді да. Дұрыс па? 90 жылдардағы мысалы бандиттер ешқандай да батыр емес дейді. Кімдер батыр дегенде 90 жылдарда анау семішке сатып бала шағасын асыраған әйелдер батыр. Аналар ғой. Отбасын ұстап қалды. Ұстап қалды. Анау неге шықты? Бүкіл мұғалімдер, аналар, сол кезде апайлар мектептің бәрі жабылды. Базарға шығып, намыстанбай, сол өзінің шәкіртіне, сол кезде өзінің оқушыларына киім сатты, семішкі сатып, не қылды? Нәпақасын тауып, отбасын ұстады, асырады. Ер азаматтар жұмыс табылмай қалды ғой. Одан кейін анау Қытайдың несін көтеріп, сөмкесін көтеріп, қалаларға ары бері кетіп қалды. Өзбекстанға деген сияқты, Түркияға, Қытайға барып товар тасыған кімдер еді? Аналар ғой. Қазір енді ер азаматтар қайтадан өтіп жатыр. Көріңіздер, сол үшін ана әлем тербетеді деген әйел осыдан шығады да. Сонда қиын қыстау ел басына, ер басына күн туған замандарда әйелдер екен. Ұстап қалатын елдің де басын, отбасында бүкіл жаңағыдай ауыртпашылықта. Сол үшін әйел тек қана нәзік деп қарауға болмайды. Осындай жағдайларда ортаға шығады. Бірақ әрине, ол осылай болды екен деп әйелдерге ондай нәрсені артып қоюға болмайды. Енді қазір Құдайға шүкір, тоқшылық заман, жұмыстың бүкіл жағдайын жасалған заманға кім жұмыс істеймін дейді, екі қолға бір күрек табылатын. Сол үшін ер азамат өзінің түздегі жұмысын, әйел адам өзінің отбасындағы бақ берекесін ұстап отырса, екеуі бір-бірін жаңағыдай киім іспеттес толықтырады, әуретін жабады, адамға әдемілік береді, әбүйірін жабады, адамды суықтан қорғайды деген сияқты отбасында да сол бір-бірін
толықтырып отырады ғой. Міне бір-біріне киім іспеттеген осы сөз ғой, сол үшін әдемі келтірген ғой Алла тағала. Құран аяттарында келеді, бір-біріңе киім іспеттес. Иә. Яғни бір-бірін толықтырушы. Жыртығын жамаушы. Үйдегі секретті, үйдегі негізі сырды сыртқа шығармау керек. Қазіргі кезде сыр жоқ, секрет жоқ, ғаламтор арқылы бүкіл нәрсесін сыртқа шығарады. Тіпті адам қуанышты, дұрыс нәрсе. Көлік алады, үй алады, бір үлкен жетістіктерге жетеді. Үйдегі бүкіл алған затын нәрсесін қазір ғаламторға салып паш етеді елге де. Қазақта тіл көз деген бар ғой. Әрине. Көре алмаушылық деген бар, іштарлық деген бар. Көрдіңіз ба? Оның бәрі негатив қой. Оның бәрі әсер етеді отбасыға. Сол үшін айтады ғой. Орыстарда да бір сөз бар ғой, счастье любит тишину дейді. Сол үшін адам, үндемеген адам үйдей пәледен құтылады дейді. Сол үшін барынша ондай нәрсені көрсетудің де қажеті жоқ. Отбасындағы жеткен жетістіктерді. Отбасындағы қайғы қасірет, немесе ұрыс, үйдегі сыр, болып жатқан жанжал, бір келеңсіз нәрселерді сыртқа көрсетудің, айтудың керек жоқ. Ғаламтор, интернет, телефонда отырып алып, әйелдер осыны талқылайды да. Ол біреудің отбасын біреу бақытты қылып ете алмайды ғой. Бақытты қылып бере алмайды ғой. Ешкім, ата-анасы да, ағайын туған туысқандар да бақытты етіп бере алмайды. Ерлі зайыптың өздеріне байланысты. Ол бала-шағаның болашақ тағдыр. Соған алаңдау керек. Ешкімнің ештеңкесі кетпей. Дұрыс, енді ата-ана, ағайын туған туысқандар кішкенен ағылы мүмкін. Жанашуы мүмкін. Жанашиды, бірақ бәрінің өзінің өмірі бар, өзінің отбасы бар. Ортада сол балдар, жетім жесір қалатын әйелдер, ол ауыртпашылық қатты түсетін әйелдерге түседі және балдарға түседі. Сондықтан да ата-ана өз орындарын білу керек, Өз орындарын білу керек, мүмкіншілік өздерінің міндеттерін орындау керек. Кейін Құранда да Алла тағала келтіреді, бір қауым өз-өзін өзгертпейінше Алла тағала оларды өзгертпейді дейді. Отбасыға да қатысты бұл аят ше. Отбасы өз-өзін өзгертпейінше жақсылыққа, ол өздері өзгеруге тырысу керек, жақсылыққа, кешірімді, сабырлы болуға, қанағатшыл болу. Мәселен бар сода, қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғызатын сойғызар дейді. Қазір енді ер азаматтарда да дұрыс, тек әйелге артып қоюға болмай, ер азаматтар да қанағатсыз, әйел кісілер де балалар да қанағатсыз деген сияқты ғой. Сол балаға да тәрбиені кішкентай кезден қанағатшылдыққа, сабырлыққа тәрбиелеп, ғаламтордан, интернеттен көрген нәрсен бәріне жаңағыдай әуестене бермеуге үйрету керек та. Ол ғаламторында технологияның жақсы жақтарын пайдалану керек. Жақсы, хабарымызға келіп сауалдарымызға жауап бергеніңізде, енді бұл ұққанымыз негізгі бұл отбасындағы ер мен әйелдің қарым-қатынасының негізгі өзегі тәрбиеде жатыр екен, Тәрбиеде жатыр екен. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарымыздың қонағы болған Астана қаласындағы Әл-Фаттах мешітінің наиб имамы Бақытжан Өткелбаев болды. Аман, сау болыңыздар.